Саламатсыздар ма? Дыбысың өшір балам. Саламатсыз апай. Саламатсыздар ма? Біздер кішкене қалыңқырап жүрміз, е? Бүгін біз зат есімнің жалғауларын бастадық ана топтармен. Оның зат есімнің жалғауларын, көптік, тәуелдік жалғауларын мен салып қойдым. Енді жіктік жалғауынан ары қарай жалғастырсам деп отырмын. Екі ненің лекцияның да сілтемесін сіздер универ жүйесінен аласыздар. Олай болса, универ жүйесінің дистанционный курсы дегеннің ішінде проведенные уроки дегенде мен әр аптаның жаңағы несін дәрістің сілтемесін салып отырмын, сондықтан сол жерден аласыздар. Бұл көптік пен тәуелдікке тоқтамай бірден жіктік жалғауы туралы айтайық. Жіктік жалғауы. Жіктік жалғауын, көптік тәуелдік жіктік жалғауын бірге беріп, одан кейін барып септік категориясын бөлек өтеміз зат есімнен. Сонда жіктік жалғауы туралы айтатын болсақ, өте жылдам айтайын. Бізде бірінші жақтан бірінші жақта мын, екінші жақта сың, сің, сыпайы түрінде сіз болып келеді ғой. Міне дәл соның тарихи дамуы бұл көне ескерткіштерде, яғни 7-8 ғасырларда сүңістіміз, бұздымыз, немесе сүледіміз деген сияқты сөздерде көпше түрі бірінші жақ екені көрініп тұр. Бұндағы өзгешелік мына ман деген жұрнақта ғана. Бізде қазір мын деп қолданылса, мына жерде ман деп қолданылып тұр көне түркі ескерткіштерінде. Енді осыдан ары қарай жалпы жіктеу есімдігінің қалыптасуы, немесе жіктеу жалғауының қалыптасуы, жіктеу жалғауының қалыптасуы о баста мен, адам, мен, сен, ада, сен дегенде, мына мен, сен дегендердің кейін мына аданың құрамына еніп, мен, ада, мын деп қазіргі тілімізде осылай айтылады. Шындығында ол о баста жіктеу есімдігі болды. Енді фольклорлық шығармада дәл осы 5 намазды күтіңіз, бір ай ораза тұтыңыз, өлім ақ деп біліңіз деген сияқты фольклорлық шығармадағы жолдарда мына сіз дегеннің орнындағы іңіз деген жалғаулардың келуі бұл жіктік жалғауының даму барысын көрсетеді эпостық жырлардағы. Сонымен қатар оғыздар мен қыпшақтардың жекелік мәнде қолданылатын, көпше түрде қолданылатын барың дегенді айтады Махмұд Қашқари. Сол барың дегенді қолданысы арқылы біз бар аңыз деп қазіргі сыпайы түрін Махмұд Қашқаридің ескерткішінен қыпшақ тілінде қолданылады деп көрсеткен арнайы нұсқасынан білеміз. Яғни біздің тіліміз осы жаңа жіктік жалғауының сыпайы түрінің заңды мұрагері екенін білеміз. Қазіргі кезде сол жіктік жалғауы қолданылады. Енді зат есімнің септік категориясы. Зат есімнің септік категориясы деген кезде біз категория болу үшін міндетті түрде кемінде 2 форма болу керек, және олардың формалардың беретін грамматикалық мағынасы біріне бірі қарама қайшы болу керек деп айттық.
Енді сол түркі тілдерінде, яғни көне түркі ескерткіштерінде қандай еді септік жалғау? Немесе септік категориясы қалай еді? Бұның 7 түрлі жаңағы айырмашылығы бар, немесе даму негізі бар. Осы бірінші айтатынымыз ол септіктердің диффузиялық құбылысы немесе күйі. Бұл жаңағы септік жалғауының диффузиялық күйін көптеген қазіргі қазақ тілін өткен кезде сіздер мысалы кітаптың беті дегенде, кітап бетін аш деген сөйлемде, кітап бетін дегенде, кітаптың дегендегі тың түсіп қалып тұр ғой. Ілік септігінің жалғауы түсіп қалып тұр мысалда, е? Яғни диффузиялық құбылысқа, диффузиялық күйге ұшырады. Ол сөйлеудің заңы бойынша, яғни сөйлеу ерекшелігіміз біздің. Бұл сонда жаңағы белгілі бір жалғаудың біздің тілімізде ешқандай көрінбей нөлдік формада тұр. Жоқ, көрінбей, нөлдік форма емес, көрінбей тұруы ол диффузиялық күйі дейді септіктердің. Ол диффузиялық күйін мысалы жаңағы алдыңғы сөздегі диффузиялық күйді мысалы қазақ тілі дегенде, қазақтың тілі деген сөз қой ол. Осындай тіркесте ана тілі дегендегі екінші сөздегі деген тәуелдік жалғау арқылы біз қазақтың деген ана жерде ілік септігі бар екенін көріп отырмыз. Әсіресе морфологиялық талдауда мектепке барған кезде осы диффузиялық күйді бала көрмей тұрған жағдайда оқушыға оны түркілік сипат екенін, көне түркі кезеңінен келе жатқан дүние екенін айтуға тиістісіздер. Екінші мәселе, септік жалғаулары шылаудың жетегінде айтылғаны. Шылаулардың жетегінде айтылғаны дегені, мысалы жаңағы қандай да бір шылауды алған кезде, мысалы мен деген шылауды алайық, үшін деген мысалы, керек деген сияқты мәселелер. Бұл септік жалғауларының шылаулар жетегінде айтылған түрі бар екені белгілі тілімізде. Енді көне түркі тілінде септік жалғаулары екі топқа грамматикалық септіктер және көлемдік септіктер болып бөлінетінін білесіздер. Мысалы, грамматикалық септіктер дегенде, грамматикалық септіктердің көлемдік септіктерден айырмашылығы неде дегенде, мысалы, атау, ілік, жаңағы барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес деп 7 септікті айтып тұрмыз ғой. Соның ішінде көлем көрсететін септік болып есептелетін, мысалы, табыс септігінің насы, деген жалғау. Септік жалғаулары бірінің орнына екіншісі алмасылып қолданылады. Бірінің орнына екіншісінің алмасып қолданылуы кездеседі. Бесіншіден, тілдің даму процесінде, даму үдерісінде септік жалғауы о бастағы мағынасының негізінен жаңа мағыналық мәндер пайда болады. Жаңа мағыналық мән. Бірнеше мағыналық мәндерге жіктеледі. Мағыналық мән дегені не? Енді жалғауда апай мағыналық мән болмайды ғой деп айтушы едіңдер егер аудиторияда болғанында. Бірақ енді мына жерде сіздерге сөйлеп тұрмаймыз, өйткені лекция бұл. Бұл жерде оны енді өздерің талдарсыңдар мәндерге. Мәндерге жіктелген деген бірнеше мән дегені жаңағы мысалы тура объектіні көрсету табыс септігінде, тағы қандай еді, барыс септігінде бағыттылық мағына деген сияқты мағыналар бар ғой. Міне сол мағыналарын жаңа мәнге ие болу деген, бірнеше мәннің тұруы дегенін көрсетіп тұр бұл жерде. Концентрация, қарама қарсы құбылыс немесе 2 немесе 3 септік жалғауының семантикасының бір ғана жалғауға шоғырланып берілуі. Бұл жерде концентрация бар біздің тілімізде.
концентрация жиі кездеспесе де, жиілігі болмаса да, бірақ кездесуі ғажап емес септіктердің қатар-қатар. Енді септік жалғауларының морфологиялық және семантикалық, жаңа ыңқыра, іңкіре деген сияқты нелер бар ғой, көлемі үлкен қосымшалар бар ғой, солардың құрамында септіктер осылай концентрациялық жағдайда жүреді. Енді септік жалғауларының морфологиялық семантикалық дамуы жетінші. Екі түрлі грамматикалық категориямен тығыз байланысты. Тілдің құрамында жалғаулардың пайда болуы, молаюы және етістіктердің меңгеру қабілетінің өзгеріп кеңеюі. Етістіктің меңгеру қабілеті осы ана 5 септікке байланысты. Атау мен ілікті алып тастайсың, сөйтіп қалғандарына байланысты. Әрине, шылау кезінде, мынау көне түркі кезеңінде өте аз кездеседі. Ол тіпті орта ғасырда да өте сирек. Ал қазіргі тілімізде, сендер білесіңдер, қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде, мысалы 10.000 біздің тілдік бірліктеріміз, сөздеріміз болса, соның 10.000-ның жаңағы 10.000-ның, жоқ, сол 100.000 сөз болатын болса, 10 томдық түсіндірме сөздікте, соның ішінде 10.000-дайы осы шылау, одағай, еліктеу сияқты сөз таптарына берілгенін білесіңдер. Біздің тіліміздің қанша пайызын құрайтынын сол жерден шығарып алуға болады. Енді ары қарай салыстырмалы әдіс арқылы септік жалғауларын анықтап білуге болады. Енді осы жерде ерекше бір айтып кететін нәрсе, ол өлі түбір, немесе біз өлі түбірді өткенде, түбірді өткен кезде үйреткен болатынбыз. Енді өлі қосымша деген не нәрсе? Өлі қосымша дегені өзінің грамматикалық мән үстеу жағдайынан айырылған, яғни грамматикалық мән үстей алмайды, бірақ сөздің құрамында тұрады. Міне сондай қосымшаны өлі қосымша дейміз. Енді тілдің тарихында, грамматиканың тарихында, септік категориясының тарихына сүйенетін, жалпы септік категориясының тарихын білу үшін оған тірек болатын нәрселер, сол баяғы өзіміз білетін көне түркі ескерткіштері және сол көне түркі тілі, сол ескерткіштердегі тіл. Ал енді бұның 3 түрлі жүйесі болған: жай септеу болған және тәуелді септеу болған. Сонымен қатар есімдіктердің септеуі. Енді жай септеу мен тәуелді септеуді біз жақсы білеміз. Жай септеу, мысалы, қандай? Жай септеуін кітап болса, атау кітап, ілік кітаптың деп кете бересің ғой. Тәуелдік деген ол не бірінші жақта, не екінші жақта, не үшінші жақта тұру керек тәуелдік жалғауында. Кіті болып тұру керек та, көптік тәуелдік болып. Осы жерде септік жалғауының тәуелді септеу немесе. Содан кейін үшінші мәселе ол есімдіктердің септелуі. Есімдіктердің, мысалы, оның дегенді жаңағы талдау жасатқан кездерінде оқушыға оның дегеннің түбірі, оның есімдікті өткеннен кейін морфологиялық талдау жасатасыз. Сөйлемнің құрамынан есімдіктерді жинап алып, соларға морфологиялық талдау жасатыңыз дейсіз. Сол кезде бала 10 деп түбір қылуы мүмкін. Сол кезде сіз оған бағыт бересіз. Не, се және о деген түбірлер бар. Ол жаңағы меннің, олның болып жазылмайды. Тілдің үнемдеу заңының арқасында л түсіп қалған. Сөйтіп оның болған түбірі о, сонда о деген жіктеу есімдігінің үшінші жақты көрсететін жіктеу есімдігі деп айтуыңа болады. Енді ары қарай көне түркі тілінде зат есімдер мен есімдіктердің ілік тағыс септіктерінде
септелуінің айырмашылығы жаңағы табыс барыс септіктеріндегі жай септеу, тәуелді септеу арасындағы айырмашылықтан байқалады. Мысалы, маған деп сөйлейміз біздің қазақтар, ал өзбектер мәнға дейді. Сондағы біздің қазақ тілінде маған деп ерекше басқаша айтылып кеткен қазір даму барысында. Ал өзбек тілінде дәл сол жаңағы барыс септігі мәнға, сәнға деген қаге, қаке деген арқылы орындалып тұр. Ал бізде жіктеу жікті ма деген түбірі болады да, ған дегені жаңағы жалғауы болады. Маған дегенде. Енді көне түркі тілінің ескерткіштерінің зат есімге жалғануы тиіс жалғаудың есімдіктерге не керісінше қолданылуы кездеседі. Оны айтқан Благова өзінің еңбегінде. Енді негізгі мәселемізге көшейік. Зат есімнің септік категориясы. Жеке септіктердің тарихы, яғни әрбір септік қалай. Көне түркі ескерткіштерінде атау септігіне байланысты табғач деген сөзді алып отырмыз. Білге тоны көкпен өзім табғач еліңе қылындым. Осы жерде атау тұлғасы көп функциялы бола тұрып, ол жаңағы табғаштың еліне деген міне, жаңа диффузия мына жерде тұр. Бұны нөлдік форма деп айта алмайсыңдар балалар. Себебі бұл жерде тың дегеннің бар екенін міне, еліңе дегендегі ың көрсетіп тұр. Елің, іліңе. Міне, ың дегеннен біз мына жерде ныңның бар екенін көріп отырмыз. Енді ары қарай келесі ілік септігінде көне ескерткіштен бері келе жатқан дүниелер тура сол жаңағы біздің қазіргі қолданылатын ның, дың, тың деген 6 формасы бар ғой, немесе ныңның ары қарай тағы да 6 варианты бар деп айтамыз. Сол ныңның 6 вариантының тынан бөлек бұл жерде көне жазба ескерткіштерінде аң, әң, оң, өң деген формалар, сонымен қатар мұң, наң, нәң деген формалары да кездеседі. Яғни бұл жерде жаңағы көптеген жаңағы формалардың сақталуы ілік септігінің көне жазба ескерткіштерден көрінеді. Енді Радыловтың айтуынша, Алтын Орданың жарлықтары жазылған ескерткіштерде ың деген тұлға батыс түркі тілдеріне тән деп берілген Радыловта. Батыс түркі халқы деген кімдер? Олар әрине Әзірбайжан, Түркмен, Түрік, Чуваш деп айтамыз, немесе Каспийдің арғы беті. Енді Кавказ. Осы жерде Оғыздар деген сөз ғой, түркітану бойынша айтатын болсақ. Оғыздың балалары аңды қолданады, қазіргі күнге дейін қолданады. Енді біздің жергілікті тіл ерекшелігінде батыстың ың деген қолданылады. Мысалы, бүгін біздің үйге барайық, ертең сіздің үйге барайық деп айтады олар. Біздің деп айтпайды, біздің нормативті қазақ тілі сияқты. Нормаға сай айтпайды. Енді бұл айтпау деген тарихи ерекшелік. Ол қате нәрсе емес. Тек жаңағы бірыңғайлықты сақтау үшін біз нормаға енгізіп қойдық қой грамматиканы. Енді егерде Байтұрсыновтың грамматикасы бойынша грамматикамыз қайта жасалатын болса, тура осы тарихи элемент біздің тілімізге қайтадан келіп, ол кәдімгі жаңағы ғылыми немесе басқа стильдер бар ғой, публицистикалық. Сол стильдердің жаңағы ауызекі сөйлеу стилі жағдайынан шығып, әдеби стиль мәселесіне көтерілер еді. Ары қарай
Сонда біз жергілікті тіл ерекшеліктерін ылғи да айтамын мен. Жаңағы қарауымыз керек. Оның бәрін қажет емес деп тастауға болмайды. Ол халықтың сөйлеген, бәленбай ғасыр сөйлеген сөз салты, сөз саптауы әйтпесе. Енді кодекс куманикус ескерткішінде 14 ғасыр. Бұл жерде жіктеу есімдіктерінде ым түрінде жалғанғаны кездескен. Менім деген мысалы. Менің болу керек қой, сондағы маны айтып тұр мына жерде. Енді әрі қарай оның біле деген сөз тұр осы жерде. Онымен бірге дегенді жаңа ілік септігінің оның біле деп беріп тұр. Онымен бірге. Қазіргі тілімізде онымен бірге деп жазамыз. Бұл жерде көмектес септігі жазылуы керек. Ал ілік септігі оның орнына қолданылып тұр. Бұл кодекс куманикусте сақталған дүние. Енді аның үшін дегенде тура сондай. Жаңағы екінші мәселе бар, бағана септік жалғауларының 7 мәселесі бар деп айттық қой. Соның мына мысал келтіре алмай қалып едім ғой мына жер. Шылаулардың жетегінде айтылу. Оның үшін, сенің үшін, аның үшін дегені оның үшін деген сөз ғой. Енді біле үшін шылауларының жетегінде ілік жалғауының болуы. Енді осы ілік жалғауы туралы, ілік септігінің жалғауы туралы байырғы варианты ың екенін айтқан. Мына 4-5 ғалымдар соны жеке қорыта айтқан кезінде. Радлов, Исхаков, Рамстед, Севартьян, басқа авторлар. Енді барыс септігі. Барыс септігінің ғаге қакеден басқа жаңа ғана айтқан мына тәуелдік жалғауының бір жағынан кейін, бірінші ма, екінші ма, үшінші ма жағынан кейін осылар қолданылады. Бірінші, екінші жағынан кейін на не қолданылады, сосын үшінші жағынан кейін айы қолданылады. Мысалы, әкеңе дегенде, кітабың а деген кезде, екінші жағынан кейін. Ал енді оның баласына дегенде үшінші жағынан кейін қолданылады. Әкесі не? Тәуелдік жалғауынан кейін қолданылатын формалары дейміз, на не айен. Енді осы 8 варианты бар, қазір қазақ тілінде сақталған. Бірақ енді бұл жерде айтатын бір нәрсе бар, ол тарихи көне жазбаларда ол ғару керу мынандай түрде. Ғару керу, ғару беру, қару керу, ру, қаге, я, а, я, ә, е деген сияқты формаларда кездеседі. Бұл ілгеру мысалы. Алға қарай бару, ілгері қарай жүру, шығысқа дегенді білдіреді. Біргеру. Ғару аффиксінің түбірімен бірігіп, үстеу сөз тудырғаны, сөз жасам аффикске айналғаны көрініп тұр. Енді Яссауидің 12 ғасырдағы Диуани хикметтегі даналық кітабы, кімнің? Яссауидің. Соның ішінде қаге, қаке, га, а деген. Мына екеуінен басқа мына үшеуі, осы 3 форма ерекше. Осылар қолданылған. Рухқа деген орнына рухка деп. Бірақ бір нәрсені айтуымыз керек, ол Диуани хикмет ескерткіші түркі тілінде жазылғанмен араб жаңағы алфавитінің заңдылығын сақтап жазылған ескерткіш. Сондықтан да оны жаңағы Орта Азия халықтарының барлығына ортақ ескерткіш деп айтамыз ғой. Содан да осындай жаңа ерекше тұлғалар онда тұруы мүмкін.
Бірақ дәл осы тұлғалар басқа бір тілдерде кездеседі. Енді мешітке кіріп дегенде кенің түсіп қалуы мына жерде. Мешітке кіріп деген, мешіт кіріп. Енді өлең сөздерде осылай ке, ға, ге дегендерде түсіп қалады. Мына хикметте сол жаңағы өлеңмен ұйқаспен жазылған дүние ғой енді. Соған байланысты түсіп қалған болу керек деп болжанады бұл негізі. Солай болжам айтылған. Енді келесі нәрсе ол мынаны құранды деп айтамыз. Құранды болатыны мына бар септігі ғаға рудың қосылуы, сол арқылы ғару. Енді Томановтың еңбегінде, Мархабат Томан, осы ға мен руды бірігіп келуін өте ескі дәуірдің қалдығы, яғни өлі қосымша деп айтады. Өлі тұлға деп айтады. Одан кейін біз осы ға формасының шығу төркінін туралы айтқан кезде түрлі жаңағы пікірлер бар екенін қарауымыз керек. Түрлі пікірлер бар, бір қалыпқа әлі түспеген деген қорытынды жасаймыз. Себебі бұның барлығы жаңағы ескерткіштердің араб графикасында жазылған болып тұр, орта ғасырдың ескерткіштеріне байланысты. Енді табыс септігі. Табыс септігінде тәуелдік жалғауынан кейін жалғанатын мынандай ны деген несі бар, қосымшасы бар. Түркі тілдерінің көпшілігінде осы ны бар. Ал тек біразында, мысалы, қазақта д, т дегенде варианты бар. Енді көне ескерткіштерде табыс септік жалғаулары мынандай тұлғалармен келеді. Негізі табыс септігінде не ғой? Д, т, н, сосын кейін н ғой, жетеу ғой қазір қазақ тілінде. Сол мынау үшінші тұр, н дегенімен. Ал мынандай да жалғаулары бар тарихта. Тарихтағы осы жалғауларын біз Махмуд Қашқаридің сөздігіне, Құтадғу Біліктен және Архоненси, яғни Архоненси жазбаларынан, яғни көне түркіден кездестіреміз бұл варианттарында. Енді көне түркі ескерткіштеріндегі тура толықтауыштарда осы табыс септігінің, тура толықтауыш дегені білесіздер ғой, табыс септігінің жалғауында тұрса, оны тура толықтауыш дейміз, басқа жалғауларда тұрса, онда жанама толықтауыш дейміз ғой. Сонда мына жерде келтір дегенде келтіру, алу, жаратып, жараттыру дегендегі Маловтың айтатыны бар. Осы жаңағы толықтауыштардың әрқайсысы әрқашан тек сабақты етістіктерге ғана қатысты болып келмейді, жаңағы салт етістікпен де келеді деген сияқты. Мысалы, оны келтір деген кезде, оны келтір, алда басқа. Мысалы, кітапты ал, баланы келтір. Бұл жердің бәрінде осылай келе жатыр. Енді жараттыру, ақшаны жараттыру, немесе болу деген сияқтандырып келтіреді. Тура объектілік мән басқа грамматикалық қатынастарда жұмсалады. Мен өзім білге тоны көк өтінін ерік қонмыз. Мен өзім данышпан тоны көк өткен жерінде қонғам. Деген сөйлем бар көне түркіде. Сіздер биыл білесіздер, тоны көк жылы болып жарияланды. Келесі жыл, 2021 жыл тоны көк
жылы болып жарияланды. Соған байланысты Тонық ұлттың жаңағы ескерткішіндегі айдарып аударған транскрипция, транслитерациясын ең алғашқы жасаған адам Ғұбайдулла Айдарып қой. Сол Айдарыптың еңбектері қайтадан жаңғырып, жаңадан шығады. Қолдарыңызға тиіп жатса, бір қарап шығыңыздар. Өте үлкен дүние ол. Қақашалып жазылған дүниелер. Енді Кононовтың табыс септігінің көне түркі тіліндегі тұлғасы ғ, ық, әк деп келтіреді. Бұны келтіруі негізінен кейіннен тура осының жаңағы оңтүстік батыс тілдері дейміз ғой, мына жаңағы түркмен тілі. Осыларда ә болып келуі кездеседі. Тәуелдік жалғауының үшінші жағымен көбінесе байланыстырып айтады. Тәуелдік жалғауының үшінші жағына байланысты осындай болып айтылды дейді. Енді мына жерінде деген сөз тұр. Бұл жатыс септігі екен ғой. Енді келеміз оған. Енді грамматикалық аналогия деген мына құбылысты түсінулерің керек. Ол грамматикалық аналогия дегені жаңағы кімді, мені дегенде мына арада тұр. Осы тас септігін көрсетіп тұр. Тас септігінің жалғауы екенін көрсетіп тұр. Грамматикалық аналогия көбінесе бұл емес. Грамматикалық аналогия деп айтатынымыз, мысалы, мені, сені, оны деген кезде кездеседі ғой. Енді объектілік мәнде қосымша айтылуы. Тура үшінші жағынан кейінде нақ сондай объектілік мағынада айтылуы. Мысалы, оны дегенде. Осыны грамматикалық аналогия дейміз. Енді жатыс септігінің жалғаулары. Жатыс септігінің жалғауларын біз қазіргі қазақ тілі нормасында жатыс септігінің жалпы жаңағы дади, тати, нани, содан кейін жоқ, дади, тати, ынданди, ныданыди деп 8 қыламыз ғой негізінде. Сол 8-дің ында індесінде қызықтың бәрі сол үшіншісінде. Енді осы үшіншісі хикмет тілі бойынша алыпты. Негізі хикметтің тілінде мына жерде көкте тұра алмай шайтан қачып, көкте тұра алмай шайтан қашып, үйректе болмаса. Бұл жерде енді дади, тати болып тұр. Енді көзда, мына з дыбысынан кейін келген кезде қалай болады? Яңнан кейін яң әдемі жалғасады ғой. Соның осы яң дыбысқа біткен жаңағы дауыссыз дыбыстан кейін яңнан басталатын қосымшаның басталуы деген мәселелер мына неде хикметте кездессе, онда ол қазақ тілінің заңды жаңағы сол уақыттың өзінен келе жатқан осындай дыбыстық заңдылығы екенін көрсетеді. Әр намазда. Сол әр намазда деген алдына мына яна иді қойып қою, бұл негіз бұл жерде болмауы керек қой, әр болып қалуы керек. Бірақ енді ол кезеңде осы идің да жаңа сөздің алдында біздің жаңа рас, ылақ дегенде сияқты жалғаулар, жалғау деп ғой, қыстырылып жүреді ғой. Сондай протезалық құбылыс дейміз ғой фонетикада. Сол сияқты бұл да и деген дыбыс сол протезалық құбылыс берген сол орта ғасырда хикметтің тілінде сақталған. Да формасы қолданылған. Яғни
хикметте да формасы қолданылған деп айтамыз. Енді Дмитриевтің түркі тілдерінің арасында бірін-бірі салыстырып, барыс септігі мен жатыс септігін қарауы бар. Сол жерде ол үйде қалдым дегенді, мына бәр нәрсе мынада болып тұр ғой, мекендік мағынасында. Жатыс септігінің мекендік мән беретіндігінде болып тұр. Ында інде дегендері сол бір тәуелдік жалғаудан кейін келген, түбірден кейін тәуелдік жалғау, одан кейін келетін болса, онда осы тұрады. Енді үйде қалдым дегенде жалаң күйінде тұр, бұл жерде үйде. Енді бұл жерден тура байқайтынымыз ара жігінің ажырамаған дейді Дмитриев. Шындығында ара жігі ажыраған. Енді кейбір мәселелер осындай ғалымдардың тілінде немесе пікірлерінде кеткен кейбір қателіктерді Туманов өзі бөлекше түсіндірген. Және ол ауысып, барыс пен жатыстың ауысып қолданылуы дегенде, мысалы барыста кімге, неге, сосын үшінші сұрағы қайда ғой. Сол сияқты жатыста да кімде, неде, сосын үшінші сұрағы қайда. Яғни мекенге келген кезде барыс септігінде, жатыс септігі де қайда деген сұраққа жауап беруіне байланысты алынған бұл жерде. Енді шығыс жалғау. Шығыс септігінің жалғауларын біз 6 дейміз ғой, 3 варианты бар, қандай, мысалы, данден, тантен, наннен. Міне, варианттары айтылған. Енді күлтегі мен тоны көп ескерткішінде, яғни көне түркіде, этимологиялық жағынан оның алғашқы бөлігі дан жатыс септігінің жалғауы деп қаралады. Бірақ бұл жердегі мына нын деген артық болып тұр, ны деген. Жатыс септігі деп қаралатыны шығыстан гөрі ол жатысқа жақын деп қаралады. Бірақ жатыс емес, ол жерде шығыс септігі екенін қазір ғалымдар қарап, Айдаровтың аудармасынан кейін оған көз жеткізді. Енді хикмет тілінде Рабиға Сыздықтың айтуы бойынша шығыс септігінің қолданылған жерінде мынандай дын деген форма бар. Немесе тын деген. Енді бұл форманы енді көп ғалымдар тұғыммен келістіреді, немесе біздің тіліміздегі тұғым деген бар ғой, жергілікті тіл ерекшелігі. Жергілікті тіл ерекшелігінде кездесетін. Соны енді Рабиға Сыздық осы мынандай варианттары бар деп алып қараған хикметтің тіліндегісін. Ол да арабша жазылғандықтан мүмкін «а» деп те оқылуы мүмкін, «а» деп те оқылуы мүмкін. Себебі араб тілінде білесіңдер, дауысты дыбыстар жоқ, сондықтан оның әртүрлі харекенің қойылуына байланысты ол кесра сукун деген сияқты харекеттер бар емес па, қойылатын сөздің арасында. Соған байланысты оны әлде де қараймыз, өйткені жақында бір Нариман деген жігіт осы хикмет